Қайырлы күн достар, бүгін біз 2023 жылдың жаңалығы болған Жапон халқының дәстүрлі тәттісі моти дайындаймыз. Қамыр үшін бізге су, сүт, қанты ұнтақ, күріш ұны, клейка, сұйық май және де құрғақ бояғыш керек. Алдымен қанты ұнтағымызға суық сүт пен суық суды құйып, қант толығымен ергенше дейін араластырамыз. Үстінен күріштің ұнын салып, толығымен түйіршік қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Соңында өзіңізге ұнайтын кез келген түсті құрғақ бояғышты салып, толығымен араластырасыздар, бір түске енгенше дейін. Дайын болған массамыздың үстін пищевая пленкамен жауып, үстін пышақпен 3 тесік қоямыз. Қысқа толқынды пешке атына байланысты 15 секунд сайын ашып қарап отырасыздар. Қамырымыз дәл видеодағыдай тығыздықта болуы керек. Қамырымыз өте ыстық болады, абайлап ұстаңыздар. Қамырымызбен жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін 1 ас қасық қанты ұнтаққа 1 ас қасық жүгері крахмалын араластырып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, комната температурасында суығаны күтеміз. Қамырымыз толығымен суығанша мотидің кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік пен қойытылған сүт қажет болады. Екеуін бір ыдысқа салып, толығымен миксермен араластырамыз. Крем жақсы шығу үшін сүзбелі ірімшігіміз бен қойытылған сүтіміз кемінде 2-3 сағат тоңазытқышта тұру керек. Бірыңғай текстурадағы өте әдемі крем болуы керек. Дайын болған кремімізді қалақтың көмегімен кондитерлік қапқа саламыз. Креміміз еріп кетпеу үшін тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Егерде сізде кондитерлік қап болмаса, өзіңізге ыңғайлы етіп, қасықпен де сала беруге болады. Дәл видеодағыдай кондитерлік қаптың астыңғы жағын тура осылай орап қоямыз. Мотидің классикалық түрін дайындау үшін дәл осы қамырды 6 бөлікке бөлесіздер. Бірақ қалауларыңызша мини моти немесе биг моти, үлкен моти жасауларыңызға да болады. Салмасына өздеріңізге ұнайтын затты салуға болады. Яғни әртүрлі тосаптар болсын, нутелла болсын, немесе тағы да басқа пасталар болсын, өзіңізге ұнайтын жаңғақтар болсын сала беруге болады. Өз басым жемістерді қатты жақсы көремін, сондықтан да жемістерді саламын. Дәл видеода етіп, біздің мотиімізді жинаймыз. Мен осы жолғына құлпынай, маракуя, черешня және де абрикос алдым. Сіз өзіңізге ұнайтын жемісті қолдансаңыз болады.
Қамырымыз өте жұмсақ әрі жабыспақ болып келеді. Сол үшін жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін 1 ас қасық жүгері крахмалына 1 ас қасық қанты ұнтақты салып, сонымен жұмыс жасаймыз. Мотиімізді дәл видеодағыдай етіп жинайсыздар. Дәл осы рецепт бойынша менде 6 классикалық стандартты түрде жасалған моти дайын болды. Дастарханға ұсынбас бұрын 1-2 сағат тоңазытқышта тұрса, мотиіміз өте әдемі кесіледі. Үлкенге де кішіге де ұнайтын, дәмі тіл үйіретін мотиіміз дайын болды. Егер де менің рецептім сізге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңызбен мен шабыттанамын. Мен шабыттанған сайын жаңадан көп рецепттер шығады. Сау болыңыз.